Тағы да сәлеметсіздер балалар, әсіресе 7-ші сынып оқушылары. Бүгінгі видеомызда алгебра пәні білімділіктегі есептерді талқылайтын боламыз. Натурал көрсеткіші дәреже және оның қасиеттері 2-ші сабақтан бастаймын, өйткені бір примерно осы тақырыпқа келіп жеткен шығарсыздар. Примерно. Так, енді қарайық. Бірінші есепке мына шетке қарай қоямын. Балдар, лайк басып комментарий жазып, достарымызға таратамыз. Өйткені бірінші рет білімділікті шығарып жатырмын. Бұған дейін оқулықты шығарып жатқан болатын. Енді бүгінгі видеомызда білімділіктің есептерін талқылайтын боламыз. Сондықтан сіздерден актив күтем. Комментарий жазыңыздар, көп жазсаңыздар, лайк басыңыздар, сондай көреміз енді. Просмотр көп болып жатса, не аламыз, жалғастырамыз. Натурал көрсеткіш дәреже және оның қасиеттері 2-ші сабақтан бастап жатыр. Дәрежеге шығару, біріншісі дәрежеге шығару дейді. 5x айтпақшы балдар, бұл тақырыпты түсіндірудің менің видеосы бар менде, если что, мен теориясын түсіндірдім. Вдруг кімде сұрақтар туындап жатса, аға не үшін сразу есептен бастап жатсыз деп жоқ, мен бірінші тақырыбын түсіндірген видеомды салып қойғанмын, соны қарасаңыздар болады. Дәрежеге шығару 5xy-тің 3 дәрежесі. Мынау дәреже, мына ішіндегілеріне жеке-жеке жазамыз. 5-тің кубы, x-тің кубы және y-тің кубы деп. 5-тің кубы бізде 125-ке тең, сондықтан жауабы 125 x-тің кубы, y-тің кубы болады. Осындай жауап бар. Тексеру болса, жасыл болса дұрыс деген сөз. Алға. Көбейтіндіні дәреже түрінде жазыңдар. Наоборот, дәрежеге шығару керек бізде, сондай 27 x-тің 3 дәрежесі, y-тің 6 дәрежесі. Мен білемін, что 27 3-тің кубы екенін. 3-тің кубы тең x-тің кубы, тең емес, 3-тің кубы көбейтілген x-тің кубы. Енді қазір қараңыздар, y-тің 6 дәрежесі болып тұр. Бірақ осы 6 дәрежені дәрежеге шығару үшін қазір 3 болып келатыр, қараңыздар, 3 болып келатыр ғой, 3 деп. Енді мына жерге де 3 қою керекпін. Сондықтан 6-ны мен 3 көбейту 2 деп алам. Сонда мынау 3-тер қазір жақшаның сыртына кетеді. Бұлай жазам, сонда қараңыздар. 3x y-тің квадратының 3 дәрежесі болып жазылады. Сонда 3x y квадратының 3 дәрежесі. Тексеру. Дәліш кеттік. Дәрежеге шығар дейді. Дәрежеге шығар. Яғни 4b бөлінген 5-тің 3 дәрежесі. Жеке-жеке жазамыз ішіне. 4-тің 3 дәрежесі, b-ның 3 дәрежесі бөлінген 5-тің 3 дәрежесі. 5-тің 3 дәрежесі 125 екенін білем. b-ның 3 дәрежесі тұра береді. Так, 4-тің 3 дәрежесі, 4-ке 4-ті көбейтсек 16, 16-ға 4-ті көбейтеміз, 64. Сонда 64 b куб бөлінген 125 болу керек. Так, 5, 6, 7, 8. Так, енді мына жерге жауабын қалай жазамыз сонда? Мына жерге жауабын астында 125 тұрады. Точно 125 тұрады. Мына жерге, так, түсінбедім. Онда мынаны, по-моему, 4b-ның кубы деп алғанбыз ғой. Онда мына жерде 3-інің 4b-ның кубы. Надеюсь, осылай балдар, енді білмеймін мына жерде. Мына жерде түсініксіздеу болып тұр. Мына жерде 4b-ның деп жазайын. Соның 3 дәрежесі болсын енді. Қалай көрейік. Жоқ. 64. 64-тің өзін жаза берсек болады екен мына жерге. Енді мен ойлап қалдым мына жерге дәреже общий. Жарай, жақша болу керек қой ол кезде. Дұрыс. Балдар, мен яқта есепті дұрыс шығарып тұрып, жауабын жазамай қалдым мына жерге. 64b куб, мына жауабы мына жерде тұр. 64. Не істейміз енді? Үйреніп атырық жаймен. Дәліш кеттік. Ошибкаға учимся дейді, қателесіп, ары қарай мықты бола береміз. Сондықтан кеттік енді. Мен өшіріп атқан кезде сіздер комментарий жазып отырыңыздар. Менің видеома деген көмектеріңіз сол болады. Сондықтан дәліш кеттік. Көріңіздер балдар, не пайдасы тиетін? Мен сияқты берілген есепті дұрыс шығарып отырып жауабын жазамай отқандар менің видеом арқылы біліп алады қалай жазу керекені. Көбейтіндіні дәреже түрінде жаз. Көбейтін дәрежеде. Енді бұл оңай енді. 5-тің 3 дәрежесі, 8-дің 3 дәрежесі, x-тің 3 дәрежесі, 3 жақшаның сыртына кетіп қалады. Ішінде 5 көбейту 8 көбейту x қалады. 5-ке 8 көбейтсек 40. 40 x-тің 3 дәрежесі. Міне мынандай болса оңай, жауабы тексере саласың сразу.
жаңа өзіміз жазу керек болған кезде қиын болып қалды. Текшенің қырын 4 есе арттырады, көлемі неше есе артқанын көрсет. Жауаптар бар екен. Текшенің қырын 4 текше. Текше дегеніміз ол мынандай бір фигура, трехмерный, суретіме мән бермеңіздер. Так, текшенің қырын 4 есе арттырады, барлық қабырғасы тең болса, осы текше болды, қырын 4 есе арттырады, көлемі неше есе артады. В тең А-ның 3 дәрежесі болатын бізде текшенің көлемін табу үшін. Енді осы А-ны біз қасына 4 есе арттырамыз. 4А деп қоямыз. Сонда А куб тұра береді. 4-тің 3 дәрежесі 64 екенін білем. Сонда басында жауабын көрейік. Неше есе? 64 есе артады. Дұрыс, 64 есе артады. Так, келесі 4 жауаптарын жазған кезде балалар сақ болу керек екен. Есепті дұрыс шығарып отырсақ та жауабын кейде жазамай қалады екенбіз. Сондықтан сіздерде сақ болыңыздар. Енді 4 метр көбейтілген 4 метр бөлме еденін сырлау үшін 2,4 килограмм бояу жұмсалды дейді. Аудан 4 метр, мынандай 4 метр осыны бояу үшін бізде 2,4 килограмм не жұмсалды дейді. Бояу өлшемі 10 метр, 10-да 10, 4-те 4 қой, енді өлшемі 10-да 10 метр болатын бөлменің еден сырлау үшін неше килограмм бояу қажет? Значит, мына жерде 4-ке 4-ті көбейтсе ауданы 16 метр квадрат. 16 метр квадратқа 2,4 килограмм керек болды. 16 метр квадратқа 2,4 килограмм керек болды. Енді 10-ға 10-ды көбейтеміз 100 метр квадратқа неше керек деп сұрап жатыр. Сонда x-ті табу үшін 100-ге 2,4-ті көбейтіп 16-ға бөлеміз. 100-ге пропорция ғой, кәдімгі 2,4-ті көбейтіп бөлеміз 16-ға, бізде 15. Сонда 15 килограмм керек болады деп тексеріп көрейік. 15 килограмм. Мына жерде балалар, мен айтуды ұмытып кеттім, 6-шы класстың видеосында айтқам, сіздерге айтуды ұмытып кеттім. Мен өзімнің әдісім бойынша шығарам. Өздеріңіз салыстырып көріңіздер, жаңа көрдіңіздер, менікі оңаймыз, білімлендікі. Әр мектеп білімлендті толық жазады, мен толық емес жазам, сондықтан тез шығарам. Поэтому, өздеріңізге қарай енді, ыңғайларыңызға. Көбейтіндіні дәреже түрінде жаз. Көбейтіндіні дәреже түрінде жазу керек. Так, минус 64, А-ның 9 дәрежесі, Б-ның 18 дәрежесі, С-ның 30 дәрежесі. Осыны біз дәреже түрінде жазу керекпіз. Жарайды, қараңыздар. 64 бізде 4-тің 3 дәрежесі екен білем. 64 4-тің 3 дәрежесі. А дегеніміз 9 дәрежені 3 көбейту 3 деп аламын. Б 18-ді 3 көбейту 6 деп аламын. С 30-ды 3 көбейту 10 деп аламын. Тең, яқа тең болып кете берсін. Тең. Енді мына 3-терді жақшан сыртына шығарып жүрім. Мына 3-тер бар ғой, жақшан сыртына общий дәреже болып кетеді. Сонда минус 4 А-ның 3 дәрежесі, Б-ның 6 дәрежесі, С-ның 10 дәрежесі, осының общий 3 дәрежесі болады екен. Сонда жауап бар мекен? Минус 4 А-ның 3 дәрежесі, міне соңғысы екен, Б-ның 6 дәрежесі, С-ның 10 дәрежесінің тексеру. Дұрыс. Насос өлшемі, мен өшіріп алайын. Өшіріп атқан кезде сіздер комментарий жазыңыздар. Келістік қоя, мен өшіріп атқан кезде сіздер комментарий жазыңыздар. Солайша мен сіздерге, сіздер маған көмектесесіздер. Видеома, Насос өлшемі 0,16 метр болатын бакты суға толтыру үшін. Так, бак. Біз былай өзімізге елестетейік, какой-то бір бочка, какой-то ішінде су бар, бір бочка. Осыны суға толтыру үшін 54 минут қажет дейді. Былай 0,4, так, не емес, 4 бұрыш деген ғой, неғып мен былай салдым, 4 бұрыш. Қыса жатқан кезде мынандай, жаңа текше, тағы да айтқан кезде текше. Осы көлемі, сонда 0,16-ның кубы ғой, көлемі 0,16 куб болатын осыны толтыру үшін 54 минут қажет екен. 54 минут қажет болады екен. Енді сол
0,2 болатын бак неше минутта? 0,2 болатын көлемі 0,2 болатын осыны неше минутта деп бізде сұрап жатыр. Соны кәдімгі пропорция. 0,2-ның кубын 54-ке көбейтеміз де 0,6-ның кубына бөлеміз. Сонда x тең 0,2 көбейту 0,2 көбейту 0,2 бөлінген, оны көбейтеміз еще 54-ке. Потом бөлеміз 0,6 көбейту 0,6 көбейту 0,6 деп жазып атырмын сіздерге. Не болсын деп. Ыңғайлы болсын деп. Так, екеуін де қысқартып көрейік. Мынаны қысқартамыз. Мына жерде 3 пайда болады. Мынаны қысқартамыз. Мына жерде 3 пайда болады. Мынаны қысқартамыз. Мына жерде 3 пайда болады. 3-ке 3-ті көбейтсе бізде 9. Сонда 9 бен 54-ті қысқартсақ болады. Өйткені 54-ті 9-ға бөлсек бізде 6 шығады. 54-ті 9-ға бөлсек бізде 6. 6-ны 3-ке бөлсек бізде 2, яғни 2 минут. Так, ойланамыз. Дұрыс, 54 2 минут дейді. Бар ма екен 2 минут деген жауап? 2 минут бар. Тексеру дұрыс. 2 минут. Енді көріңіздер балдар, мына былай шығарған ыңғайлы ма? Былай шығарған былай. Мынау кішкентай. Көресіздер өздеріңіз. Алға былай кеттік. Так, енді мен білімленді сөздерді жазады, мен ауызбен айтып жатырмын ғой, білімленді енді сөздермен жазады. Сондықтан ұзағырақ болды жерде. Шаршының қабырғасын 3 есе арттырып, ауданын берілген шаршының ауданынан 128 см квадрат артық болатын жаңа шаршы алды. Шаршының қабырғасын 3 есе арттырып, ауданы берілген шаршының ауданынан 128 артық болатын жаңа шаршы алды. Осы шаршының қабырғасын тап. Осы шаршының дейді. Так, ойланайық. Шаршының қабырғасын 3 есе арттырып, осы шаршыны тап деп тұрған кезде жаңа шаршыны сұрап жатырмын или басында да шаршыны сұрап жатырмын? Сол жерден ойлану керек біз қазір. Жарайды, басында бір шаршы болды енді. Мынандай бір шаршы болды. Осындай шаршы болды. Қабырғасын 3 есе арттырған кезде мынау А болды. Енді қабырғасын 3 есе арттырған кезде 3А. Ауданы берілген шаршының ауданынан 128 см квадрат артық болатын жаңа шаршы алынды. 3А болған кезде ауданы 128-ге арттырды дейді. S қосылып тұр. Есе емес, 128S. Қабырғасын 3 есе арттырып, басында А болып тұрды да, какой-то өзінің бір ауданы болды. Енді соның қабырғасын 3 есе арттырған кезде ауданына 128 см квадрат қосылды. Жаңа шаршы, осы шаршының қабырғасын тап дейді. Осы шаршының қабырғасын тап. Интересно. Қабырғасын табу керек. Пропорция құру керек ау. Пропорция құрып көрейік. Так, пропорция құрып көрейік. Мынандай болған деп тұр бізде. S пен А деп қайын деп тұр, Так, 3 есе арттырып, аудан берген шаршының ауды 28 артық болатын жаңа шаршы алды. А болған кезде S болды. Көрейікші пропорция құрып. S3A негізінде 3AS тең болады A 128A плюс AS. 3AS-тан 1AS-ті алып тастаған кезде бізде 2AS қалады, 128A болады екен. 128A болады екен. Біздің жағдайда А мен А қысқарып кетті да, S-ті табуға шанс пайда болды. Сонда 128-ді 2-ге бөлсек, 50, 14, 64 сантиметр квадрат. 64 дұрыс қоя, 128. S-іміз 64 болды. Ең алғашқы. Енді А-ны табамыз. Яғни қабырға А квадрат қой. Бізде А квадрат. 64 деген ненің квадраты? 8-дің квадраты. Сонда қабырғасы бізде 8 болған екен. Енді тексеріп көрейік, на всякий случай. Қабырғасы 8. 8-дің квадраты 64. Енді 3 есе арттырған кезде, 8-ді 3-ке арттырған кезде 3 есе дейді, 24 болды. Енді 24-ке көбейтеміз. Аудан табу үшін 24-ті 24-ке көбейтеміз. 576 болды. 576. Қабырғасы 8. 3-ке ма, 3 есе ма? 3 есе арттырдық.
Так, ойланамыз. S 64. S қалды 64 болды. 64. Екі санын көбейтін 8-ін 8-ге көбейткен 64. A 64. 8-ді 3-ке көбейткенде 24. И 24-ті 24-ке көбейтсек, бізде шығады 24-24-ке көбейтсек 576. 576-тан 128 алсақ, бізде шықпайды 64 шықпайды деп тұр ғой. Так. Қазір ойланайын тағы да. Мына ең соңғы есеп шаршының қабырғасын 4 есе, шаршының қабырғасын 3 есе арттырып, ауданы берілген шаршының ауданынан 128 см квадрат артық болатын жаңа шаршы алды. Осы шаршының қабырғасын табыңдар дейді. Так, осы шаршының дегенде соңғы шыққан шаршы ма или басындағы шаршы ма, осыны ойлану керек болып тұр маған. Шаршының қабырғасын 3 есе арттырып. Енді қарайық. Былай, бірінші басында бір шаршы, какой-то бір шаршы тұр, иә? Оның ауданы бар, оның ауданы S, қабырғасы A, бәрі жері A-ға тең. Енді формуласын жазамыз, S тең A квадрат, иә? Енді ары қарай оқиық. Ауданы 128-ге артады дейді, S-ке есе емес 128-ге, поэтому қосамыз. 128-ге артады дейді. Егерде шаршының қабырғасын 3 есе арттырып, ауданы берілген шаршының ауданы 128 квадрат артық болған жағдайда ол шаршыны тап дейді. Иә. Значит, 3-ке көбейтеміз аны. 3a-ның квадраты болады. Түсінікті ма? Еш қашанда былай жазып қоймаңыздар тағы да. 3a-ның квадраты деп қоймаңыздар. Квадрат талып тұр ғой ағамыз. Сондықтан 3a-ның квадраты болады. Енді осы теңдеумен жұмыс істеп көреміз. Қараңыздар, не шығатын бізден? S плюс 128 тең 9a квадрат шығады екен. 3-дің квадраты 9, a-ның квадраты a. Енді мына a квадраттың орнына қызық нәрсе. A квадрат бізге S-ке тең ғой. A квадрат мына жерге S-ті қоя салмақшымын. Түсіндіңіздер ме? Аудан табамын ғой соңында қара. S плюс 128 тең 9S. Мына жерге S-ті қойдым. Тең, мына жердегі S неяққа минус болып келеді. 9S-тен S-ті алса 8S. Неяқта 128. S-ті табатын болсақ 128 8-де бөлеміз 16. 8 жерде алдым 6 жерде 8 48. 4 ойда 6 жерде 26. Так, 8 жердегі 26, я, 126, 16 сантиметр квадрат. Енді ауданы 16 болған кезде бізден сұрады қабырғасын тап деді. S тең 16 болған кезде S тең A квадрат, яғни 16 дегеніміз A квадрат. Ненің квадраты бізде 16-ны береді, яғни 4-тің квадраты. 16 тең 4 көбейту 4 қой. Сонда қабырғасы бізде 4 болмақшы, 4-ті жазам, enter, тексеру. Иә. Вот, балалар, осымен видеомыз аяқталды. Лайк басамыз, комментарий жазамыз, каналға жазыламыз, достарымызға таратамыз, группаға таратып каналға жазылсын. Алда уақытта видеолар шығады. Просмотр актив жақсы көрсетсеңіздер, жалғасын шығаратын боламын. Келесі кездескенше.